Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жылқы жайлы қызықты деректермен таныстырам. Видео ұнаса лайк басып қолдап кетіңіз. Дүние жүзіндегі 23 ұлт жылқыны киелі жануар деп есептейді. Соның бірі қазақ халқы. Қазақ халқының өмірін ешқашанда жылқысыз елестету мүмкін емес. Жылқының ең түпкі атасын Геракатерия деп атайды. Ол осыдан 60 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Бойының биіктігі 14 см, ал салмағы 5 кг-дай ғана болған. Оның қазіргі жылқыдан айырмашылығы алдыңғы аяқтарында 4, артқы аяқтарында 3 тұяқтан болыпты. Жылқының 5 мүшесі өте жақсы дамыған. Олар құлағы, көзі, аузы мен мұрны және сезім түйсігі. Жылқы өз иесінің көңіл күйінің қандай екенін бірден сезіп қояды. Мас адамды да алыстан біледі. Сондай-ақ оның құлағы өте сақ, көзі көреген, мұрны иіс сезгіш, аузы кез келген дәмді ажырата алады. Басқа көптеген жануарларға қарағанда жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді.